Байқадым дегеніңізше мына малдың ішіне, бештік малдың ішіне сиырды жақсы көрдік. Бұл сиыр деген мал еті тәтті, сүті тәтті, бағым күтім күтпе, керектенбейді. Таңертең айдап жібересің, өріске кетеді. Сосын кешке өзі келеді. Ол ортада күндіз өзің қарағанша қадырып, жұмысын істеп, шаруа істей бересің. Малым бар демесің, бірақ өзі келеді. Бұл қасиеті осында деп. Ал аты бар екен, сонда китің жорға дейді қазақта. Үлкен керемет жорға шапқылап кететін емес, ауыл арасында сонда жұмсақ артынан барады. Сол ала атыменен желде жүріп, таңертең сиырын айдап шығарып салып, күндіз кешке дейін сол ауылды үйді қыдырып аралап, енді кешке сиыр келе жатқанда алдынан шығып сиырын қайырмақтап алып келіп, қайтып өлеңдетіп келіп, атын байлап қойып өтісіп, жайлап отырады екен. Сол ендігі сол кісінен сол ала берақтен болсын, күйшілер күй шығарған екен, кісіні қарайды да, көңіл күйі, өлеңдетіп, әндетіп, қатты жүрмейді, жорғалатып барып қайтатын күйін сол ала берақ деп. Ән сияқты күй.